Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз үй жағдайында шалбардың балағын қысқартатын боламыз. Бізге ине жіп керек, қайша, бор и линейка керек. Шалбардың балағын 2 сантиметрден етіп сызып шықтым. Тігіс пен милдың ара қашықтығы 2 сантиметр болу керек. Алдында артында жақсылап белгілеп аламыз. Осылай белгілеп болған соң инемен тігетін боламыз. Дәл видеодағыдай етіп тігіп шығасыздар. Тігістің тура үстінен тіксеңіздер әдемі шығады. Тек қана шалбар емес, кофталардың, жемпірлердің жеңдерін осылай тіксеңіздер болады. Егер де ұзын болып жатса, бұл сіздерге лайфхак. Дәл осылай тігесіздер. Еш қиындығы жоқ. Енді жіпті тартамыз. Ақырындап тартыңыздар. Жіптеріңізді үзіп алмайық. Жайлап тартып, енді екінші жағын тігіп шығамыз. Қолда тігілгені білінбейді де. Аккуратно шығады. Тігіп болдық. Енді жібімізді ақырын тартамыз. Тартып болған соң жіпті түйіндеп аламыз. Енді болған соң жақсылап үтіктеп алыңыздар. Қолмен тігілгені білінбейді. Өте әдемі шықты. Осылай. Балаларыңыздың киімдері шалбардың балағы ұзын болып жатса, дәл осылай тігіп берсеңіздер болады. Өте әдемі, аккуратно шықты. Каналыма тіркеліңіздер.